Бисмилля кыздар, калдарыңыз калай? Бүгүн сиздер менен өтө дамдар, өтө бюджетный салаттын рецептисимен бөлүшмөкчүмүн. Жеген сайын жегиң келе берет салат. Жасап көрүңүздөр. Ол үчүн бизге кызылча және алма және осундай жүгөр кажет, дагы да майонез. Алмаларымызды осулай тазалап, майда кубик бөлүктөргө бөлүп алабыз. Ары этип турамаңыздар, майда кубик этип тураңыздар. Сол кезде салаттарыңыз прям күч чыгат. Жеген сайын жегиң келе берет энди. Жүгөрүнүн ордуна достор горох коссаңыздар болот. Жаңгак коссаңыздар болот, немесе жумурка коссаңыздар болот. Эгерде онун баары болмой жатса, жай гана свекла менен алмага майонезди салып аралаштыра салсаңыздар да прям күчтүү болот. Міндетті түрде дәл осылай бір рет болсын жасап жеп көріңіздер. Өте пайдалы салат. Свекламызды осылай кішкентай кубик бөліктерге бөліп аламыз. Менің үйімде көптен бергі тұрған осы не болған, жүгері болған, сондықтан мен осы жүгеріні салатқа қосуды жөн көрдім. Бірақ дәмі өте күшті шықты салатымның, сондықтан сіздермен бөлісейін дедім. Жүгеріміз салып жібереміз, дәміне қарай тоз қосамыз. Егер майонездеріңіз болмай жатса, майонездің орнына қаймақ, яғни сметананы қолдануларыңызға да болады. Ол кезде өте пайдалы диетический салат шығады. Енді арықтап жүргендерге майонездің орнына сметана қолдануға кеңес беремін. Міне достар, біздің салатымыз дайын. Назарларыңызға рахмет.